асарлаған белгедей қарқара қайран нора аманбысың кәнекей бір күлдің дау маған болсын мінейін тұлпарыңды көлденең тарт қуалап жетейінші көңіл құсын құтты жер аман болсын мәди туған аяғы тарқамап тау тоймен думан өзіңнің қасымың ауы басың иген табылда бір ұлың бағы өлең қуған сарыарқа аманбысың сағынышым мың алғыс саған қатал жаның үшін өзгерек асыл туған анашым-ау өзгерек қасиетіңді тану үшін сарыарқа сар желіңмен жарысайын оятып жастығымның алысайын жылдардың арасында қала берген тағы да 20 жаспен танысайын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты теледидар көрермендері. Біз бүгін әнші, композитор Мүбәрак Салықовтың орындауындағы әндерден концерт бергелі отырмыз. Зүбәрәт жаулар, зүбәрәт таулар, мүлгіген баулар, құспазар көлдер, көгірай белдер, жұпарын сепкен, күн нұрын төккен, Көкшетау әсем аймақ, ерлігіміз бен елдігіміз бен өлкөміз өсер жайнап деп ақын жырлағандай, жер шоқтығы Көкшетауға әннен арнау, жырдан шашу, күмбірлеті күй төккен ата-бабаларымыз ата мекен табиғатқа сүйсінген ғой шіркін. Олай болса, жерге деген сүйіспеншілік, елге деген қамқорлық әрбір саналы азаматтың көкірегінде ой деп ойлаймыз. Қайыңы қойшаң, терегі бойшаң, емені қайсар, шыршасы жайсаң, жұпарын сепкен, көк нұрын төккен, Көкшетау әсем аймақ. Ерлігімізбен
Сүйіспеншілік бар жерде жырда, әнде, күйде шалқиды. Міне соның бірі жаңағына өздеріңіз тыңдаған ақын Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазған «Көкшенің көркі керемет» әнінің авторы, әнші, композитор Мүбәрак Салықов бүгін біздің студиямызда қонақта отыр. Енді келесі тыңдалатын әндеріңіз «Азияның аруы». Бұл әннің де сөзін жазған ақын Мұзафар Әлімбаев. Ата-ананың шаттығы, Алатаудың ақ гүлі, Алматының аққуы, таңғы шықтай пәктігі. Қыз жібектің сіңлісі, Ақбаянның бауыры, махаббаттың құрбысы, мәпелеген дәуірі. Қаумалаған қауымның көңілі көктем, қазақ қызы салтанат, Азияның аруы. Қыз салтанат көркімен тамсандырған қаламыңды, ақылы сай еркіне сүй алмады балаңды. Қыз жібектің сіңлісі, Ақбаянның бауыры, махаббаттың құрбысы, мәпелеген дәуірі. Қаумалаған қауымның көңілі көктем, қазақ қызы салтанат, Азияның аруы. Жаралғандай жалыннан жарқыратып маңайын, халқың ырза сағынған әсемдіктің арайын. Қыз жібектің сіңлісі, Ақбаянның бауыры, махаббаттың құрбысы, мәпелеген дәуірі. Қаумалаған қауымның көңілі көктем, қазақ қызы салтанат, Азияның аруы. Ата-ананың шаттығы, Алатаудың ақ гүлі, Алматының аққуы, таңғы шықтай пәктігі деп, Лондонда өткен Азия арулары сайысында алтын тәжді жеңіп алған қазақ қызы, салтанаттың нәзік бейнесі ақын тілінде суреттелсе, композитордың әуен ырғағы осы сұлулық сипаты музыка бояуымен түрлене түседі. Шындығында да қазақ қызының Азия аруы атануы кімнің де болсын сана көңіліне қуаныш елатып қана қойған жоқ. Ол өздеріңіз тыңдаған әнде айтылғандай, халқымыздың сән салтанат мерейін бүкіл әлемге паш етті. Әнеуені қашанда композитордың қуаныш күйінішінде және қоршаған айналасының, жүрген ортасының күн кешті тіршілігімен қабыса немесе сұлулыққа жігерленген сәттерде шабыт алатыны белгілі. Жақсы әннің дүниеге келуі ақын тебіренісінен туындайды. Композитор ақын тілінің мазмұнын, ішкі жан дүниесін түсіну арқылы өлеңнің әуен гармониясын кілтін табады. Мүбәрак Салықовтың ақын Саттар Сейітқазинменен осындай тебіреніс бірлестігінде шығарған әні «Жез қазғаным» әні.
Енді, құрметті көрермендер, автордың орындауында осы әнді тыңдап көрелік. Топырағы мақпалдай торқалы жер, күйсейлеп күмбірлеген жортады жел, құс ұшып құлан жортып киік қашқан, ақ бөкен ай мүйізді марқалы бел. Шөл десең шөлдің ата бабасындай, құм десең алтын толы сабасындай, бабам біліп кетіпті ғасыр бұрын, қазынасы қадірлі даласынбай. Бабам біліп кетіпті ғасыр бұрын, қазынасы қадірлі даласынбай. Жондарға, жоталарға қонған бүркіт, бір кезде ата-бабам қалған іркіп, қотарып қойнауларын бүгін ұрпақ, сапырып сары алтынды жатыр сілкіп. Бабалардың бағызғы кезгі арманын, жетелеп дүниеге сен орнадың, асыл-тас алтын шаһары алып болған, атыңнан айналайын жезқазғаным. Асыл-тас алтын шаһары алып болған, атыңнан айналайын жезқазғаным. Құрметті көрермендер, жаңа айтып өттім, біздің студиямызда Мүбәрак аға бүгін қонақта. Мүбәрак аға, осы кездесуде сіздің бойыңыздағы өнерді екі бағытта тармақтап әңгімелеуге болады Мүбәрак аға. Ол ән шығарушылық және мынау орындаушылық әншілік өнеріңіз. Әуелі осы Мүбәрак аға композиторлық жолыңызға тоқталып өтсеңіз. Ол жағы мен Мүбәрак аға айтып кетіп отырмын, осы төрт өлең алғашқы, Көкшенің көркі керемет әні, Азия аруы, және Жезқазғаным әні, жаңа Саттар Сейітқазинмен бірлесіп жазғаныңыз. Одан кейінгі мынау Сарыарқа әні. Осыған кішкене тоқталып өтсеңіз. Әр әнға. Дұрыс сұрағың, Абдырел балам. Бұл сұрақтарың енді мына композитор болу дегеннің өзі ең өлі мынау әркім болайын деп болмайды ол өзі. Ол табиғаттың бойыңа бергендіктен. Ең өлі өзі бұл қазақша әннің естісі болады, есері болады деп абай айтқанымыздай. Бұл ән болу үшін әнді жас кезіңнен соған бейімделіп айта білу керек. Бірнеше мына халқымыздың әнінен, мысалы, халқымыздың жырынан ауытқымау керек. Сол үшін жүректен өзіңнің табиғи берген, берген өзі дарынды құдірет. Соны сол жұмсай білу керек. Әндердің ақын текстісін жазады, мысалы. Текстісін жазғанда ол не мағынада жазып тұр ол текстісі, мысалы. Не болмаса ол сондай қайғылы ма? Не болмаса мұңлы ма? Сөздің өзі. Не болмаса сондай көңілді, не махаббат жайлы ма? Соның мына сөздің ыңғайына қарай, әнді де сол ыңғайына қарай керек. Сөздің ыңғайына қарай. Мысалы мұңлы ән болса, мысалы Қайран жеңгем деп айттым, оның мысалы ақын белгілі марқұм Мұқағали Мақатаевтың шығарғанда. Оның өзі де сол бір себеппен туады. Менің де сондай жеңгем, ағамыз отан соғысында қайтыс болғанда,
содан туып еді. Ал енді Көкшенің суретін сұрадың, айналайын. Көкшетауға барғанда мен өзім сол Көкшетаудың азаматымын. Сол Көкшетаудың топырағынан баяғы мынау Ақан сері, Біржан Сал, үкілі бұрай сол жерлерде туған. Әсіресе мен мынау Біржан Салдың ауылынанмын. Біз өзі нағашы жиен болып келеміз бе, төбеміз әйтеуір солай болып келеді екен. Дарыған дейсіз ба? Дарыған, мүмкін содан ба кім білсін. Менің әкем де шешем де жақсы әнші болған адамдар еді. Тұқымдарымыз барлығы. Бірақ та ән шығарған жоқ, енді соны кейіннен келіп мен осы ән шығара бастадым. Сол бастапқы кезде бұл қалай болады деп кейіннен кәдімгідей өзі ән шыға бастады. Шамасы қай жылдар Мүбәрак аға? Сол енді 68-ші жылдары, одан да бұрын мысалы шығара бастадым. Махаббат жайлы шығардым мысалы. Сол әлен жаңағы сұрағыңа оралайын. Көкшенің көркі керемет. Содан кейін мынау Сарыарқа Жезқазған дедің. Мен арқаны бірталай аралаған жігітпін. Сондағы мына мысалы арасында өзі мынау текстін оқығанда Сарыарқа сар желіңмен жарысайын, оятып жастығымның алысайын деген. Сол сияқты өзі сол табиғаттың өзі тартып өлеңнің шақырып тұрғандай. Соған келіп өзі сенің ойыңа ой салып кәдімгідей. Содан барып тұрып ән шығады. Ән деген нәрсе жарықтық, ол оңай шыға қоятын нәрсе емес ол. Ол үлкен толғаныстан, немесе сондай бір себеп болу керек. Әр нәрсе. Мысалы мына Жезқазғаным, арасында мен Жезқазғанға Ұлытауға шақырғанда мені, Ұлытау ән шыққанда Ұлытауға шақырды 50 жылдығында. Сонда Жезқазғанды мен сол жерде айтып келдім. Арасында құс ұшып, құлан жортып, киік қашқан деген әлгі ақынның саттарының сөзінің өзі арасында да сол жерге өзі бейімделген. Сонда әлгі бір қалыпта сол Жезқазғанның әні шықты. Содан енді айта берсе толып жатыр. Мынау жағы Мүбәрак аға Азия аруы деген осы ән қалай шықты? Азияның аруы деген мына ақын Мұзафар Әлімбаевқа мен ой салдым енді. Бір кезде мынау сонау қыз жібек, Ақбаян, содан бері қарай неше түрлі сұлулар болған ғой енді, оны атай берсем барлығы. Бірақ осы кейінгі кезде осылай осы ойламаған жерден қызымыз Салтанат деген Лондонның жеңімпаз атанып, Азия аруы атанып, әлгі алтын тәжін біз сондай көңіліміз көтеріліп, баяғы сондай қуанышқа бөлендік арасында. Бұл өзі былай келгенде Азияның аруы бүкіл қазақ қыздарымыздың кішкене духын көтергендей. Мақтанышымыз, бізде қазақта осындай неше түрлі арулар өткен, именекідей бола да береді екен. Сосын бір кезде біз әлгі творчествомыз кейде бірімізге біріміз ақындарменен кездесеміз. Мұзағаң айттым, осы қызымыз Салтанатқа бір ән арнасақ қайтеді. Соны қазақтың бүкіл Қазақстанның атын шығарып, осы бір әні лайық осыған. Онда ше жарайды, онда мен сөзін жазайын, сен әнін жазатын бол деді. Жарайды, келістік. Содан келесі күні маған звондап Мұзаға, сол 3 куплет ән жаздым деп, мұны қалай болады деп, мен екеуміз ақылдасып отырып, соған бейімдеп мен шығарған әнімді. Ал енді осы әндерім халқымның көңілінен шығып, осы халқым ұнатса, сол композитордың бағы деген сол. Мынау Мүбәрак аға, енді тағы осы жерде мынандай бір сұрақ туайын деп тұр. Жаңағы әндерді тарихын айтып өттіңіз, Мұзафар Әлімбаев ағамызбен бірлесіп жазғаныңызды, Азия аруын, жаңағы Көкшенің көркі керемет әнін. Енді осы жерде жаңағы менде осы хабарымыз басталмастырын
жаңағы дайындық кезінде мен де тыңдап отырмын әніңізді. Енді осы жерде мынау лирикалық дейді, махаббат жағына әндеріңіз, әсіресе әндеріңіздің көбі осы махаббат жағына, лирика жағына өте көп. Осыған қандай жауабыңыз бар аға? Бұл махаббат жайлы әндер менде өте көп шығардым жас кезінде. Ал енді қазір енді махаббат жайлы айту келгенде біз әкеде емеспіз, қазір ата болдық енді. Немере сүйіп. Иә, немере сүйіп. Енді махаббат деп айта берудің өзі ыңғайсыз сияқты. Дегенменен енді біз ән шығарып жүргеннен кейін сол әнді біз халыққа арнаймыз, халық үшін шығарамыз. Сен маған өзі басыма ән оның ешқандай не емес. Сонда біз халық үшін шығарамыз, мына жастарға ыңғайлап. Әсерін неше түрлі. Мына өзі көшеде келе жатқанда неше түрлі өзі жастардың қол ұстасып келе жатқанын, сондай көңілді, біріне бір масайрап, сондай жарасып келе жатқанын көз көреді. Соған ой салады адамға. Мысалы, менің махаббаттың қаласы деген әндерім бар еді, соның ретінде шығарған, Аманжол Шәмкенттің сөзіне шығарған. Сосын бірнеше көп әндер бар. Содан әлгі сен боларсың жұлдызым деді, мінекей. Сол әндер осы жастарымызға ыңғайлы, неше түрлі халқымыздың арасында талантты жастар бар. Сол жастардың біріне болмаса бірі сол айта жүрер деген ойменен шығарғаным ғой бұл әндердің барлығы. Бұл қазір кішкене ғана өзіңізден бір интервью алғандай болып отыр ма аға? Мүбәрак аға, сізге осы бір-екі сұрағыма осындай терең, кең қылып жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Арқаның арғымақ төс ұлы тауын қасында жүріп қалай ұмытамын. Көз тойып, еңсеп өсіп ұлы жерде жыр қорап жүрегімді шіркін-ау жылытамын. Айнала көктеңізге ұқсайды екен, кең дала көсем тауды қыспайды екен, өзі де ұлылығын ұққандай боп, кеудесін көтеріңкі о ғажап ұстайды екен, деп ақын жырлаған жеркіндігі Ұлытауға қалай сүйсінбессің. Жақсы сөзге жақсы әуен қосылып, Ұлытау әні дүниеге келді. Енді осы Ұлытау әнін тыңдап көрелік. Арқаның арғымақ төс Ұлытауын қасында жүріп қалай ұмытамын. Көз тойып еңсем өсіп ұлы жерде жыр құрап шіркін-ау жылытамын. Айнала көк теңізге ұқсайды екен, кең дала көсем тауда қаспайды екен, өзі де ұлылығын ұққандай боп, кеудесін жабыспайды екен, өзі де ұлылығын ұққандай боп, кеудесін көтеріңкі оға жабыспайды екен. Дарашың жазық төс
қорған қараушы япыр-ау ел шетінде табиғаты диелеп ораң атқандай тас қорған қараушы япыр-ау ел шетінде. Қай композитор болмасын, кім болмасын, өзі музыкалық шығармасын әрқандай деңгейде, әрқандай тұрғыда шығарады ғой. Көбінесе әуендер, үндер ол адамның кез келген сәтінде мейлі далада болсын, мейлі үйде болсын, ойына келсе оны фортепианомен, я болмаса домбырамен өңдеп нотаға түсіреді. Ал енді бүгін мынау Мүбәрак ағаның қара шаңырағында отырмыз. Мүбәрак аға, енді мынау сізге қоятын бір сауал. Мынау сіздің шаңырағыңызда Гүлжәмила апай, қандай болмасын композитор өзінің зайыбына арнаған ғой, музыка арнаған. Я болмаса осы сіздің творчествоңыздағы негізгі арқауы осы кісі деп білеміз. Осы жөнінен, семьяңыз жөнінен қысқаша айтып берсеңіз. Иә, дұрыс айтасың, Жарқын. Бұл семья дегенде баяғы мына арқаның елі Біржан ауылынанмын мен өзі. Сол Біржан бабамыздан сол жерде туып өстік, сол өсіп, өрбіп, семьялы болдық. Міне, мынау Гүлжамал зайыбым осы Жетісудың қызы қошты. Осында келгеннен кейін барып, біз үйленіп, содан бері қарай әлгі сұрағыңа жауап берейін. Сол арасында да әндерді шыққанда көп әндер осы зайыбыма да шықты. Нақтылы қандай ән арнадыңыз? Арнағанда енді осы әндерімнің бәрі осыған арналған ғой осы. Иә, кемпірім о кезде жас болдық. Мысалы, сол сен бедің деген сияқты жастық шақтағы махаббат жағдайында бәрі де сонан өрбейді ғой енді сол. Ал енді қазір Құдайға шүкір балаларымыз бар, үлкен қызым тұрмыста, мынау немерем, тағы оқуда тағы бір ұл бар. Тағы бір қызым дүкенде істейді. Сол мінекей бір ұлымыз бар, ол енді әлгі водитель, шофер болып істейді. Міне осындай, мына Гүлжамал жеңгең. Гүлжамал апай, бір ауыз лебіз білдіріңіз енді. Біз қосылғалыда талай жыл болды. Бірақ ең алғаш ән айтарда бұл өзі ән шығарып, өзі ұмытып қалатұғын. Келесі бір 30-ға келгенде ме, сонда мен бір магнитофон алып қойдым. Бұл шығарған әндерін ылғи ұмытып қалады да, жазатын ештеңке жоқ, нота білмейді. Сондықтан да магнитофон алып қойып, бұл маған келгеннен кейін жаңағы өзінің мынау ардағыма деген ең бірінші шыққан Аманжол Шамкеновтың сөзіне жазылған. Сол ән өте өзіме ұнады. Соның кейін бір махаббаттың қаласы деген осы студенттер келгенде жалғыз болып қайтпасын деп екі болып қайтатын туралы, сол махаббат туралы көп әндері шықты. Сөйтіп жүргенде өзіміздің балалы шағалы бір жағынан, соның кейін қызыма деген ең алғашқы өзі дүниеге келген қызымызға арнап бір қызыма деген ән шығарды бұл. Сол кезде біз өте бір жасқа келгенде өте қатты қуандық өзіміз. Сол қыздарымыз өсігінде міне жан-жақта оқиды, оқығандар да бар, жұмыс істеп жүргендер де бар. Құдайға шүкір немерелі де енді шөберелі ертерек қой енді. Сөйтіп жатқан жағдайымыз бар. Сонымнан шалымның түнде тұрып алып, махаббат туралы бір ән шығаратын кезде, бұның бір айдай осы далада жүріп, жаңа өз көңілді, не жұмыстан көңілді болып келеді, не болмаса жаңа үйде отырғанда ұйқы көрмей кететін уақыттарды болады. Сол уақыттардың барлығына шыдап, жаңағы жағдайына қарап, бір осы міне 86 жылы жастар қайтыс болды ғой, көп адамдар. Сол кезде бұл тегі өзі нерв іштетіп, сонда ұйықтай алмай неше ай бойы сөйтіп жүрген күндерде болды. Сонда осы мына балаларға арналған, қыздарға арналған, сондай бір қайғылы, сондай бір қасірет көрген балаларға арнап кереметтей күй шығарды.
Онан барып неше түрлі ән шығарды. Ол әндері әлі Қошебеттен өткен жоқ, бірақ ол өзі дайындалып жатыр. Міне осы шалдың арқасымен әрине бізде енді осы шалдың жағдайына қарап жаңағы өзі ашуланып келсе де, неғып келсе де ыңғайына көше салу әр әйелдің міндеті ғой деп өзім ойлаймын. Сол келешектегі өзіміздің келіндеріме, мынау қыздарыма айтатын сондай өздерінің ерлі байлы зайыптар тұрады, не болсаң ашуланбай өздерін бір-бірі сыйласа екен деген ойым бар. көтерілмей жүргенде еңсем менің армандадым біреуді көрсем дедім, біреу маған алыстан қолын созған қамқоршым сол сен дедің. Біреу маған алыстан қолын созған қамқоршым сол сен дедің. Қысылтаяң сәттерде саған келдім, жасырмай-ақ халіңді жаман дедім, сырыңменен мұңыма ортақ болған адам дедің, аяулы панам менің. Сырыңменен мұңыма ортақ болған адам дедің, аяулы панам менің. Сен менің көтерілген еңсем едің, армандадым өзіңді көрсем дедім, бақыт іздеп жүр едім, сол сен дедің, арманым жоқ алдыңда өлсем сенің. Бақыт іздеп жүр едім, сол сен дедің, арманым жоқ алдыңда өлсем сенің. Мүбәрәк Салықов әндерінің ішінде лирикалық махаббат тақырыбына арналған шығармаларда баршылық. Олардың ішінде ондаған әндерді ақын Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазса, Сағи Жиенбаевтың, Тұманбай Молдағалиевтің, тағы да басқа ақындар сөзіне жазған әндерді көрермендерімізге жылы жол тауып, әншілер орындауында әсіресе жылы қабылдануда. Мүбәрәк Салықовтың кейінгі шығарған әндерінің бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының «Молама есің алып келерсіңдер» деп аталатын сөзіне жазылған әні. Бұл әннен де сайын далаға деген сағыныш, тіршілікке үміт, кейінге өсиет айшықты суреттеледі. Жиырма үй менің көршім Қарабатыр, алпыс бәркедей әнет жатыр. Мәшәр ата баласы дейді оларды, бұл күнді еңбектерін ұмыт тақыр. Әнет бабам 300-ге мәлім болған, адалдықпен басына бақыт қонған. Жетім балалар кедей болып, әділетсіз заманда бақыт солған. Жетім балалар кедей болып, әділетсіз заманда бақыт солған. Көп түсті мен олардың дауларына, нақақтан бергенім жоқ жауларына.
кетіріп нашар елді түсірмедім құлардың ауларына. Оларда шықпап еді ақылымнан, қалмаған жанын аяп мақұлымнан. Әділетсіз ісіне шыдай алмай араздасып айрылдым жақынымнан. Әділетсіз ісіне шыдай алмай араздасып айрылдым жақынымнан. Қолдан алып тұғырдан түстім бүгін мен қартайып. Берекесін кетіріп кедей елді әкімге сорлыны жеу болмайдайы. Десем де бәрі кетті тілімді алмай, ағайын айтқаныма құлақ салмай. Сайтан билеп кеткен соң амалым не қайтейін, жапанды өзім жалғыз қалмай. Сайтан билеп кеткен соң амалым не қайтейін, жапанды өзім жалғыз қалмай. Сұрашын айтты мекен жақыныма, біреу көнді мекен ақылыма. Сырт беріп сырдан қағып жүре берді, қыстырмай ақылымды тақымына. Еш адамды қалдырмай қасыма да, от пен су өзім жүрем асыма да. Елсізде жалғыз жатып жазу жазам, қарамай тақап қалған жасыма да. Елсізде жалғыз жатып жазу жазам, қарамай тақап қалған жасыма да. Жасымнан сендер едің менің елім, аяушы едім қайысып сынып белім. Тірлігімде тілімді алмасаң да, өлгеннен соң дерсіңдер қамқор шерім. Болама есің алып келерсіңдер, сөзімді оқып ойланып көп. Қайдасың көркем тоғай көк орманым, көре алмай көптен сені көп арманым. Кездессем деймін саған арасында, қайдасың қысы жазы тарқамайтын думанды жармен кесіп көңілім. Қайдасың көрінсеңші көзіме бір, айтатын сөзім дайын өзіңе бір. Сен десе дариядай шалқып тасқан, тілде жыр тілекте жыры сезімде жыр. Сен десе дариядай шалқып тасқан, тілде жыр тілекте жыры сезімде жыр. Лирикалық әндердің бірі Сағын Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған «Сен боларсың жұлдызым» әні. Жас кезімде үлкендерден есіткем, бәрі болады деп несіптен. Құдай қосқан қосағыңның өзі де маңдайыңа жазылады деп есіктен. Білмесем де көрмесем де гүлі жүзін, тағдырмаған қиған шығары бір қызым. Әуел баста ақ маңдайыма жазылған, сен боларсың жұлдызым.
ұялма ұялма, бірге күлде бірге шалқып қиялда. Мың жұлдыздың ортасынан бөліп ап, бір өзіңді әкетемін қиянға. Білмесем де көрмесем де гүл жүзін, тағдыр маған қиған шығар бір қызын. Әуел баста-ақ маңдайым су сұраса сүт берген, айран берген. Қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем, қарғаның бәлетіндей едірейіп, қасыңа мына біреу қайдан келген. Жеңеш-ау, есіңде ме біздің ағай, сыйласып отырар ек бізді құдадай. Қанды балақ соғысты қарғыс атсын, қайран жеңгем шырқында боста қалмай. Ел жұртың қараушы еді мақтан етіп, киіп ап аяғыңа саптам етіп. Талайлардан кетушең аттап өтіп, талайларды жүрушең таптап өтіп. Қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем, қайғыға мойын